Саламатсыздар ма студенттер? Мен негізгі музыкалық аспап баян пәнінің оқытушысы Мұсаханова Гүлжанат Жалғасбекқызы. Бүгінгі өтетін сабақ тақырыбымыз пьеса мәтінді талдау сол қол. Сабағымызды бастаймыз. Алдыңғы сабағымызда Шуберттің вальс пьесасының оң қолын талдаған болатынбыз. Енді қазір осы пьесаның сол қолымен жұмыс жасайтын боламыз. Ең алдымен шығармамызды бір еске түсіріп алайық. Студенттер, шығармамызды бір еске түсіріп алдық. Енді қазір осы шығарманың сол қолмен жұмыс жасайтын боламыз. Бірінші тактымыз ре, минор, ляның септаккорд. Екінші тактымыз ре, минор, минор. Үшінші тактымыз ля, септаккорд, септаккорд, ре, минор, ляның септаккорд. Одан кейін бесінші тактымыз ре, минор, ляның септаккорд, ре, минор, минор, ля, септаккорд, септаккорд, ре, минор, минор. Бірінші репризамыз аяқталды. Енді осы бірінші репризаның саналуы. Бір, и, үш, и, 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 бір, и, үш, и. Енді әрмен қарай екінші репризамыз бізде до септаккордпен басталады. До септаккорд, септаккорд, одан кейін фа, мажор, мажор, до септаккорд, септаккорд, фа, мажор, мажор. Осы дыбыстар қайталана береді. До септаккорд, септаккорд, фа, мажор, мажор, до септаккорд, септаккорд, фа, мажор. Үш үйге пауза кетеді. Енді осыны санаймыз екінші репризан үшін. Бір, и, үш, и, 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 бір, и, үш, иге пауза. Бүгінгі сабағымыз осымен аяқталды. Сау болыңыздар.